Таблиғи жамағат деструктивті діни ұйым. Ұйым мүшелерінің басты қателіктері. Біріншіден, дінге шақырудың басты талабы терең ілім екендігіне қарамастан, олар шариғат ілімдеріне аса үлкен мән бермейді. Екіншіден, дінге шақыру яки дағуатқа шығуды ілім алу, құлшылық ету секілді парыздардан артық санайды. Үшіншіден, дінге шақыруды арнайы күн сандарымен шектейді. Төртіншіден, ислам дінінің ең әуелі отбасын түзеуден, одан қалса көршіңе дін үйретпейінше өзге жерге дін жаюға беттеу қағидаларына қайшы келетіндігімен санаспайды. Олар үшін отбасының, бала шағасының жағдайына, мұң-мұқтажына қарамастан 3 күн, 7 күн, 40 күн, 3 ай дағуатқа шығу басты міндет саналады. Таблиғи жамағат теологиялық жағынан исламның сүнниттік бағытын ұстанғанымен, ғалым сарапшылардың пікірінше, оның идеологиясы исламның кейбір қағидаларына қайшы және радикалдық тұрғыдан уахабизмге жақын. Оған қоса, ғалым сарапшылардың пайымдауынша, таблиғи жамағат ұйымының мүшелері саналы немесе санасыз түрде террористер ұстанатын жихадшылық идеологиядан аса ерекшеленбейтін сенімді ұстанады. Дінге бет бұрып жүрген мұсылмандардың басым көпшілігінің діни санасының радикалдануының алғашқы қадамы таблиғи жамағат қатарына қосылудан басталады. Кейбір ақпарат көздерінің мәліметінше, ислам атын жамылған экстремисттердің 80% осы ұйым қатарынан шыққан. Бүгінде аталған ұйым ұстанымының таралуына Қазақстанда, Тәжікстанда, Өзбекстанда және Ресейде тыйым салынды.